Osman arasında hayırlı olmuşlar, kazanan kalay. Сабақты бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы екі айнымасы сызық теңдеулерін алмастыру қосу тәсілдері арқылы шешу. Осы күнге дейін біз бірнеше екі айнымасы бар сызықтық теңдеулерді біз график тәсілімен шешіп жатырмыз. Енді бүгін алмастыру және қосу тәсілі арқылы шешетін боламыз. Қазір сіздердің алдарында бірнеше мысалдарды қазір слайдпен көрсетіп жүрмін, бірақ басқа да есептерді тақтада түсіндіріп, жақсылап қазір көрсететін боламын. Бұл жерде екі айнымалылар деген, яғни x, y айнымалы көріп тұрғандарында, 300-ге теңдейді. Бірақ x пен y-ті біз білмейміз. Сол x пен y қандай санға тең екенін біз іздеу үшін қазір екі тәсілдің біреуін қолданатын боламыз. Не алмастыру тәсілі, не қосу тәсілі. Мысалға, мына есепте сендерде теңдеулер жүйесінде екі айнымалылар сызықтық теңдеулер тұр бізде, x y-ге тәуелді, және екіншісінде оқысақ 2-ден 1 x алынған 4,5 y тең 30 деген. Осы теңдеулер жүйесінен біз кез келген бір теңдеуді аламыз да x-ті y арқылы немесе y-ті x арқылы түрлендіріп аламыз. Кей кезде ол бізге дайын түрде болады, кей кезде біз оны өзіміз түрлендіретін боламыз. Енді мен мына есепте көріп тұрғандарындай өзім есепке қараймыз, жақсылап тұрып, сосын есепте қандай түрлендіру қолдануға болады деген мен қараймыз шарттарды әртүрлі. Мысалға мен қазір екеуінде де қарасам екі теңдеуден мен бірінші теңдеуді екі жағында екіге бөлу тәсілін қолданып жатырмын. Екіге неше бөліп жатырмын? Өйткені менің екінші теңдеуімде 2-ден 1 x алынған 4,5 y тұр. 2-ден 1 мен 4,5 олар тепе-тең сандар ғой. 2-ден 1 дегенім ол жай бөлшекте жазылып тұр. 4,5 ол ондық бөлшекте жазылып тұр. Енді мен бірінші теңдеуді бөлу себебінде сол кезде менде x пен y-тің қазір жартысы 1,1 аудандасқан тұр. Енді мен 2-ге бөлсем жарты болады. Көрдіңдер ме? Бір x-ті 2-ге бөліп едім 4,5 x, y-ті бөліп едім 4,5 y. Яғни 300-дің жартысы 2-ге бөлсем 100. Осы кезде біз осы жерде қосу тәсілін қолданамыз. Қарап отырыңдар балалар. Не істейміз? Егер де бізде x пен x, екі теңдеудің x мен x-ні немесе y мен y-ның таңбаларына жақсап мән беріп қараймыз. Таңбалары әртүрлі, бірақ коэффициенттері бірдей болса, қосу тәсілін қолданамыз. Қараңдар, мен қазір 4,5 x-ті 4,5 x көріп тұрмын, бірақ екеуінің таңбасы қосумен тұр. Екінші жағдайда біреуінің алдында қосу, біреуінің екінің алдындағы жазбада минус тұр, ендеше қосамыз. 4,5 пен 4,5 қосылғанда 1,5 береді. Сондай 1 x болады, мына жазбада қосқан кезде, ал 0,5 пен минус 4,5 қосқанда екеуінің таңбасы қарама-қарсы 0-ге тең болады, яғни азайтып жатырмыз. 150 мен 30-ды қоссақ 180, нәтижесінде біз x-іміз 180-ге тең деген сан алатын боламыз. Осы жерден, осы табылған x-ті енді кез келген мына есебіміздегі жазбадағы қай есепке ыңғайлы қоюға теңдеуге, сол теңдеуге апарып қоясыңдар да x-ті мәнін. Y-ті табасың. Мысалы мен бірінші теңдеуге апарып қойдым, x-ті мәні менде жаңа 180. Көріп отырсыңдар ғой, сонда Y-ті табатын болса, 300-де біз не істейміз? 180-ді азайтамыз. Нәтижесінде Y 120-ға тең болады. Жауабын жазған кезде теңдеулер жүйесінде жақшаның ішінде бірінші x жазылады, екінші Y. Түсінікті ғой, 180 болып келесі Y-ні 120. Осындай есептерді енді әртүрлі жағдай кездеседі. Не ақыл санымен, не бөлшек санымен, не ондық санымен де әртүрлі кездесіп жатады. Тағы да осы қосу тәсіліне екінші мысалымызды қарастырып кетейін. Сұрақтарың бар ма? Есеп бойынша? Сізге екеуміз камерадан қосылып отыр.
Ha, oyun bir sotka verebilirikşi. Meni qo'limdadir. Qo'limdadir. Sen kamerani, mikrofonni qo'sib tursangiz-ki. Енді қарайық балалар. Тағы да түрлендіремін деп жатыр. Не себеп түрлендіремін? Өйткені маған есепке қазір есеп түріне қарайсыңдар. Қандай түрлендіру қолданылсам екен? Яғни не x-тен, не y-тен біз не істеуіміз керек? Жойып тастауымыз керек. Сонда бір айнымалысылар шығады. Сол арқылы біз ары қарай есепті шығаратын боламыз. 0,1 x болсын, 4-тен 1 y тең болады болса, келесі теңдеуі екі айналысқа сызық теңдеуді оқимын. 2x қосып y тен 1200 теңге. Енді есепті шешкен кезде мен бірінші теңдеуді минус 20-ға көбейтіп жатырмын. Көріп отырсыздар ғой, иә? 0,1 x 20-ға көбейткенде бізде бір 10 жаққа шығып сол себепті 20 одан 0 болғанда бізде минус 2 шығады, иә? Минус 2x. Мына жазбады біз тағы да көбейтеміз 20-ға 0,10-нан 2 y және 32-ні 20-ға көбейтсек біз минус 640 табамыз. Енді мен не үшін осылай алдым? Себебі менің қазір көріп отырғандарда екі теңдеуді қараңдар. Біреуінің алдында минус 2x, ал екінші теңдеуінде плюс 2x-ті көрдіңдер ме? Қамбасын екеуі қосу амалымен қосып, нәтижесінде мен x-тен жойылып, y айнымалысқа, бір айнымалысқа теңдеулерді алатын боламын. Міне, қоссам минус 0,2-ге бір y-ті бірден 0,2 азайтылады. Сол кезде 0,8 y болады. Минус 640 қосу 1200, 1200-ден 640 азайтылады. Жауабы 560. Y-ті табатын болсақ, 560-ды 0,8-ге бөліп, нәтижесінде 5600-ді 8-ге бөліп жатырмыз. Жауабы 700 шығады екен. Осы 700-ді алып, кез келген теңдеуді Y-ге апарып 2x сонда 700, екінші жағына барғанда қарамағымен барады. 1200-ден 700 азайтсақ, біз 500 аламыз. Нәтижесінде бөліп, 200 деген жауап шығады. Түсінікті ме? Сол кезде x-і бірінші жазылады, әрқашанда теңдеулер жүйесін шешкен кезде жауабы жақшада бірінші x-і жазасың, екінші y-ді жазасыңдар. Жауапқа келіп қойсаңдар, 32 тен 32, 1200-ден 1200 шығатын болады. Бұндай тексерулерді береміз. Бағанан кейін тексеріп көріңдер. Енді сендерге қарапайым теңдеулер жүйесін екі айнымалысқа тақтада көрсетейін. Бері қарай. Алдарында қарапайым екі айнымалысылар сызықтық теңдеулер жүйесі тұр. Өзіміз жаңағыдай екі тәсілді қолданатын боламыз. Қазір мен сіздерге екі мысалы тақтада сайтта қосу тәсілі болса, мына есепте мен бәрі алмастырамын. Ол деген қалай? Y-ті x арқылы немесе x-ті y арқылы түрлендіретін боламыз. Маған қазір бірінші теңдеуде Y-ті x арқылы түрлендірген ыңғайлы. Сонда менде болады, қарап отырыңдар, Y-тен мына 2x-ін екінші жағына барғанда минус 2x қосылған 1. Осы теңдеуді алып, теңдеуді өзіміз жасап алдық қой, осы теңдеуді алып, бірінші теңдеуді, екінші теңдеуді Y-дің орнына апарып қоятын боламыз. Түсінікті ме? Сол кезде бізде жазбада 2 көбейтілген минус 2x қосу 1 алу 3x тең 2 болады. Осы жерден түсінікті болды ма балалар? Бір қарап, бір реттеніп алыңдар. Енді екінші теңдеу менде бір айнымалысылар теңдеу тұр. Осы жердің жақшасын ашамын. Екіні мына жақшаның ішіндегі өрнекке жеке-жеке көбейтемін. Сол кезде болады менде минус 4x плюс 2 минус 3x
тең 2. X-терді жинақтаймыз енді. 2 теріс сан қосылады, нәтижесінде минус 7x береді. 2 мында келді, 2 азайтып 2 нені береді? 0-ді береді. Яғни бізде мына 0 бізде x пен 0 деген сөз. Өйткені кез келген 0-ге кез келген санды, 10 санды да, теріс санды да көбейтсек, бізге нәтижесінде ол 0-ді береді. 0 береді. Көптісіне ғой. Сонымен x-ің жауабы 0. Осы 0-ді апарып, мына x-ні орнына қоямыз енді. Соңғы кезде есепте y-тер минус 2-ні 0-ге көбейтіп қосып 1-ге, нәтижесінде біз 1-ді аламыз. Түсінікті ме? Жауабын жазатын болсақ 0-ді. Ал тексеріп көрейік 0 мен 1-ді. 2 көбейту 0. Көбейтісіне қоям 0. 1-ді қоямыз. 0 қосу 1 тең 1. 1 тең 1-на шықты. Тура болса екінші теңдеуге де әкелген кезде шартты жазған жауабымыз тура шығу керек. Кеттік ал. 0 қарап отырыңдар. X-ке қоясыңдар. Мына жерге, ал Y-ге 1-ді қоясыңдар. Мыналардың сендерде X, мына Y-ді береді. Y1. 2 көбейту 1. 2-ден алам 0-ді. Көрдіңдер ме? 3 көбейту 0. 2-ден 0-ді алсақ 2 тең 2. Дұрыс па? Теңдік дұрыс. Ендеше жауап осы болады. Келесі басқа есеп көрсетейін енді. 3x екінші есеп былай болсын. 3x қосылған y тең болады 7 минус 5x қосылған y болады 3. Не x-ті не y-ті біз өрнектеп аламыз. Жақсына бізде бірінші теңдеуде y-ті x арқылы өрнектеген дұрыс болады деп ойлаймын, иә? Сендерде де солай шығар. Қараңдар, y-ті x арқылы өрнектетін болсақ, бізде минус 3x қосылған 7. Осы теңдеуді біз өзіміз алған. Мына берілген екінші теңдеудің y-тіне әкеліп қоямыз. Түсінікті ме? Енді давайте кеттік ал, шығарамыз. Минус екінші теңдеуге әкелеміз. Сонда бір айнымалысынан теңдеу аламыз ал. Кеттік. X-ін жазып қоямыз. Y-ті орнына мына жақшаға алып жазайына өрнекті. Минус x қосу 7-ні. Тең 3. Енді жақшаны ашамыз. Минус 5x қосылған негізі 2 минус 3-ге көбейтіліп жатыр. Сол кезде бізде минус 6x болады. Сондықтан қосуымыз минус 6x болып кетеді. 2 7-ге көбейтілгенде 14, ол тең 3-ке. Енді x-терді жинайтын болсақ, 2 теріс сан қосылады, сонымен минус 11x тең 14 теңдіктің екі жағына келеді, минус 14. 3-тен 14 алатын болсақ, минус неше шығады? 11 шығады. Сол кезде минус 11-ге бөлсек, біз 1 деген жауапты алатын боламыз. Осы 1 деген жауапты алып, мына x-ні орнына қойып, y-ті табатын боламыз. Y-тен минус 3 көбейтілген 1 қосылған 7. 7-ден шығарсақ 4. Нәтижесінде жауабы x бірінші жазылады, y-ді екінші жазылады. 1 мен 4 деген жауап бар екен. Ал жазып ала қойыңдар. Қазір осы есепті мен басқа тәсілмен тағы да көрсететін боламын. Бұл сендерде балалар алмастыру тәсілі болды. Қазір қосу тәсілімен тағы да көрсетемін. Оқушылар жазып отырсыңдар ма? Және сұрақтарыңызды тыңдап сұрақ қойып қойыңдар. Жасына өйткені енді өңгерісінде түсініп отырсыңдар ма? Қарапайым деңгейде көрсетіп тұрмын сіздерге тақтада. Ал слайдында кішкене қиындау есептер тұр. 3 есепте
Сендерге кішкене күрделі болып қалады. Бірақ шалуға келетін есептер балалар. 5-ші сыныпты білсек, санға көбейтуді білесіңдер, иә? Жақшаны ашуды. Ал кеттік. Келесі есебімізді жаңағы, мына екінші есепті, мына бірінші тәсіл болса, мына есеп екінші тәсіліне шығарып көрсетемін, қарап отырыңдар. Мында біз алмастыру тәсілін қолдандық, ал мында қазір қосу тәсілін қолданамыз. Кей кезде қосу тәсілі, жаңа айтып кеттім ғой есепте. Өзіміз бір сандарға бөлеміз, көбейтеміз, өзіміз түрлендіріп аламыз. Жақшаны ашып реттеп. Мен есепте қазір мына есебімде. Қарап отырыңдар, мынадай палочка қойыңыздар сызықша. Сосын мына 2y-дің алдын көріп отырсыңдар ғой, иә? Мында 2y, ал мында жай 2. Мен қазір екі тәсілді қолданып, мына есепке мен 5 пен 3, біреуін 5-ке, біреуін 3-ке көбейтуіме де болады. Немесе бірден мына бірінші жазбаны 2-ке көбейтіп жіберемін. Олай да жұмыс істеуге болады. Кестік ал, 3-2, 6x қосылған 2y тең 14 барлық бірінші теңдеуімізді 2-ке көбейтіп алдық. Келесі ары қарай кеттік. -5x қосу 2y-ді жазып қоямыз. Қолданамыз енді. Мында бізде қосу ма? Қосу. Жақсы. Енді қарап отырыңдар. Қосу деп аталады, бірақ кей кезде біз азайтамыз есептерді. Ол да қосу тәсілі болады бірақ. Енді менде екеуінің таңбалары бірдей отыр ғой. Бізде әртүрлі болу керек. Сол үшін мен -2-ке де көбейтілмей болушы еді, бірде. Давайте бірде -2-ке де көбейтіп жіберейік. Ыңғайлы болсын. Сендерге түсінікті болу үшін. Негізі мында да мен азайтып, олай да қолдана аламын. Олай да көрсетейін, әлде осылай көрсете берейін. Және осылай көрсете берейін. Осылай көрсете берейін. Сосын -2-мен де көрсетемін, жақсы ма? +2-мен кетіп қалды, енді болай берсін. Азайтайық. Қарап отырыңдар. 6 азайту -5x. 2 минус плюс болады да, нәтижесінде 11x болады. 2-ден 2 алынады. Не істейді? Қысқарып кетеді, иә? 14-тен 3-ті азайтамыз, тең 11 болады. Яғни нәтижесінде x тең 1. Жаңағы есептегідей болып шығып ма, мына? Болды, иә? Енді осы бірді аламыз да, кез келген өзіне қайсысы ұнайды, сол теңдеудің орнына барып қоясың. Мысалы, бірінші ұнайды екен, 3 көбейтілген 1 қосылған y тең 7 десем, ендеше менде y-імде 7-тен 3 тастап 4 болады. Жауабы яғни 1 мен 4 болады. Тура осылай осы есепте ары қарай тағы да -2-ке көбейтіп жүруге де болады. Ол кезде былай болады, -6x минус 2y тең -14. Келесін тағы жазып қоямыз. -5x қосу 2y тең 3. Енді қосамыз. Сол кезде мына екеуі қарама-қарсы қосқанда қысқарады. Минус қарап отырыңдар. -6 қосу -5. 2 терістен қосылады, таңба сақталады. -11x. -14 қосу 3. 3-тен 10 қалады, -11. Яғни x-тен 1. Бірінші теңдеуге апарып қойсақ, y-іміз 4-ке тең екен. Түсінікті ме оқушылар? Сендерге екі ситуацияны көрсеттім. Осылайынан былай істеп қойдым. Түсінікті ме жазып алыңдар. Тағы да менде есептер көп өте, бірақ бізде уақыт аз, сондықтан екі тәсілді, екі айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі алмастыру және қосу әдісімен біз бүгін шығарып үйреніп жатырмыз. Мына оқушылар бірінші жағдайда біз x, y арқылы алмастырасыңдар, немесе бір санға көбейту арқылы сендер не x-тен, не y-тен жою арқылы бір айнымалысы бар теңдеулерді әкеліп, соны шығарып, сосын сон нәтижесін кез келген теңдіктің біреуіне қойып, екінші белгісімізді тауып, нәтижесінде жауабын жазатын боламыз. Түсінікті ме? Сұрақ болса сұрай қойыңдар. Жарақ болды. Алла жазып қойыңдар ма? Тақталарыңыз.
Слайдқа келіңіз. Қараңдар, теңдеулер жүйесін шешу керек. Кей кезде дайын болады, кей кезде өзіміз түрлендіреміз деді ғой. Мына жерде есепте біз көріп тұрғандағыдай дайын емес, яғни жақшаны ашуымыз керек. 5x қосылған 5y, ары қарай өзін жаздық, иә. Келесі есепте деді 3x қосу 3x. Мына ашып беріңізші, теңдеу жазу керек болады. Қалай? Қайталап жібересіздер ме? Не дедіңдер оқушылар? Ары қарай кеттік енді оқушылар. Енді x-тері барларды, иә, бір жаққа жинаймыз. Қараңдар, бізде шашыраңқы болып тұр, мына теңдеулердің жүйесінде. Екі жағын әкелеміз қарама-қарсы сандармен. Сонда 5x-тен 4x алынады. Нәтижесінде 1x қалады, мініп кетіп. 5y, мұнда y бар ма? Жоқ, 5y-ні өзі жазамыз. Тең 7. 3x-тен азайтайық десек, x-і жоқ екен. 3x-ні өзін жазып қоямыз. 3y-тен минус y-іміз екі жағына келгенде плюс болып келеді де 4y болады. Міне жазылды ма? 4y тең 4. Міне жада біз шаман есепке қатты ұқсайды. Есепке қараймыз. Қосу тәсілінде қолдануға болады, алмастыру тәсілінде қолдануға болады. Кейін бұл есептерді графиктік тәсілмен де шығарасыздар. Y-тен деп алып, x-ке мән беріп, кесте құрып, графиктік тәсілмен де шығарған кезде жауабы екі түзудің қиылысуы осы нүктелер болады. Оны кейін тағы мұғалімдерін таныстырып жатады. Енді бұл есепті шығарған кезде менде жазбада қазір сайтында алмастыру тәсілі қолданылып тұр. Яғни x-ті y арқылы өрнектеп тұрмыз. Көрдіңдер ғой, иә? 7 алынған 5y. Осы 7 алып 5y-ті екінші теңдеудің x-інің орнына қойдық. Жақшаны қайтадан ашып, реттеп, жинақтап келген кезде минус 11y-тен минус неше шығады екен? 17 шығады екен. Осы жерден y-ті табатын болсақ, 2 минус плюске айналып, 17-ні 11-ге бөлетін боламыз. Осы жазбадан y-ті табылды ғой бізде. Осы жазбадан алдындағы жаңағы 7 азайтып 5y-ның орнына мына y-ті мәнін әкеліп қоямыз. Қойған кезде бізде нәтижесінде ықшамдап келген кезде 5-ке көбейтіп, 11-ге бөліп 7-ден сол бөлшекті аралас санды азайтқан кезде нәтижесінде 7,11-ден 8 шығады екен. Сол кезде жауабы x-і 7,11-ден 8, y-ның мәні 1,11-ден 6 шығады. Түсінікті ме оқушылар? Енді сендерге келесі тест беріледі қазір. Тестті кішкене айтып кетейін, әр жерден құрастырдым. Өйткені сендер 490-да өтілген тақырыптарынан. Бірінші есептері мына маңайда тұр, қарағанда жасап, көрініп тұрған шығар, иә, слайдта. Сендерде сызба болады, тестте қазір орындай бастайсыңдар, қоңырауға дейін. Минус 4 пен 3-тің жауабы көрсетіліп тұр ғой, иә? Минус 4 пен 3-тің арасындағы аралық, иә? Сол аралықта минус 4, минус 6, 3, минус 2-ның қайсы жатыр? Қайсы жатыр? Сол белгілейсің. Белгілеген кезде мұнда түспей қалыпты. Бұлай болады балалар, қараңдар. Мынау А-сы, мынау Ә-сы, мынау Б-сы, мынау В-сы. Минус 3 пен 4. Ақтайыз шыққанда өздерін белгілерінде дәптерлеріне. 1, 2, 16. 10 санға дейін жазып қойдыр. Сосын мына бірінші есептің жауабы Б, Ә, В деп өздерін белгілейсіңдер. Жақсы ма? Екінші есепте сендерде жауабы берілген. Көріп отырсыңдар ғой, иә? Бірақ мына жауабының ішінде соған сәйкес жауап бар. Алып аласыңдар. Осыған дейін сен мынаны орынды жауап Берілген аралық x минус шексіздік минус 4. тағы да бар. Тағы да. Нақты жауабы. Тағы да.
Qaysi аласыздар? -4,9 ма, -4 ма, әлде x кіші -4 ма? Мына өзі жазып қойып мына жерде. Бірақ бұны алмаңдар, жақсы ма? Нақты жауабы x кіші -4. Жақсы. Ал егер негізі аға дұрыс осы жауап болды. Жақсы. Енді мен ешкімнен еш нәрсе сұрамаймын балалар. Өздерің жауап бересіздер, жақсы ма? Өйткені қазір әртүрлі оқушылар мектептен келіп отырсыңдар ғой. Сондықтан мына есепті қараңдар, -4 пен 3-дің аралығы дейді. Өздерің тауып аласыңдар. Ары қарай ашайық. Келесі 5-ші есептеріміз бізде мынандай түрде болады. Сіздер яғни тура пропорционалдыққа байланысты график келесіздер, иә? Екінші суретте көрсетілген -4 үлкен x үлкен 3. Жазатын боласыздар, тауып аласыздар жауапты. Шамалар арасында өзгерістерді беру тәсілдері нешеге бөлінген? Ол өздерің айтасыздар. Формуламен есептер байқасыңдар Т тең 2 және 7. Сол бойынша S-тің жауабын жазасыңдар. 9 есеп күштеме шығарасыңдар. Ол үшін неше процент крахмал? Мына екі жазба бойынша есеп құрастырасыңдар. Пропорция құрастырасыңдар да есептің нәтижесін шығарасыңдар. Түсінікті ма? Формула жасап аласыңдар. Сол формуланы қолдану арқылы мына жерде жоқ белгісіз мәндер табасыңдар. Мінекей жауаптар. Және соңғы бүгінгі тақырыпқа арналған есеп қосасыңдар ма, әлде алмастыру тәсілімен соны қолданып нәтижесін шығарып көресіңдер. Орындайық. 5 деп маңызынан жазғансыз. Жоқ. Егер есептер жеңіл балалар тез шығарса ода болады. Ары қарай өздеріңіз жалғастыратын сабақта. болады. Балалар, әрі сабақтан кейін қайметтеріне дәптер беріңіздер. Неше сұрап, Болады. Әріптестер, кері байланысқа шығып отырыңыздар, иә? Бүгін соңғы күн ғой, сабақ жалғастырайық. Сосын тестіні маған беріп жіберіңіздер. Және де орындаған оқушылардың дәптерін суретке түсіріп, тесттің жауабын маған жібересіздер ғой, иә? Оныншы есепте. Айтпаймыз. Мұғалім маған өздері жібереді оқушылар. Айтпаңдар жауаптарын. Бесіншісінде 2,4. Сіздерге сабақ түсінікті болды ма бүгін? Оқушылар? Иә, түсінікті. Бүгін де мұғалімдер тағы да түсіндіреді өзі. Сосын есептер жасап шығаратын болыңдар, иә? Өйткені алдағы уақытта бұндай тақырыпта өте көптеген есептер шығарасыңдар. Жоғары сыныпқа барғанда. Бірақ сендерде бұндай қарапайым сандар болмайды, әртүрлі басқа да өтеді. Жалғастырайық. Мен ақсымалып тұрмын, өзім берді осыған